أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, ағалар, бауырлар. Алла Тағала оқыған намаз, ғибадаттарымызды қылған дұға, ниет тілектеріміздің баршасын Алла Тағала қабыл қылсын. Риуаятта айтылғандай, келтірілгендей, кімде-кім үйінен, ол не обязательно үйден шығу? Жұмыс орнынан бір жерден ниет қылып шығатын болса қайда? Бір жерде Алла үшін жиналыс болады екен, мәжіліс болады екен, сол жерде сұхбат айтылады екен, ілім айтылады екен, тағы басқа. Соған барайын, қатысайын, бір нәрсе үйренейін, үйде жата бермей деп қадам басып үйінен шығатын болса, отырған жерінен әр басқан 10 жақ қадамына риуаятта айтылғандай 70 мың сауап жазылады. Әр басқан 10 жақ қадамыңызға, әр басқан сол жақ қадамыңызға Алла Тағала 70 мың кіші күнәларыңыздың барлығын кешіріп жібереді екен. Және аман есен жеттіңіз ба, осы жерге бір періштелер болады, олардың вазифасы, жұмысы осындай жиналыстарды іздеп қанаттарымен қоршап алады екен. Және сұхбаттың соңында, дәрістің соңында, сабақтың ең соңында айтады дейді, жаңағы періштелердің ішіндегі ең үлкені. Енді бұл жерден күнәларың кешіріліп кеткен күйде шығыңдар деп айтады екен. Аллаху акбар. Алла нәсіп етсін. Ал бүгін Әдәбул Муфрад сабағының 3-ші дәрісіне келген екенбіз. Имам Бухари рахметулла алейхтің кітабы. Тоқтаған жерімізден жалғастырайық. Соңғы сабағымызда айтқан едік, біз әке шешемізге солардың хақтарына, сол кісілерге дұға қыламыз ба деп сұраған едік. Қандай дұға қыламыз? Әкемізге, анамызға. Олар тірі болсын, қайтыс болып кеткен болса да дұға қылынады. Тірі адамға да дұға қылынады, қайтыс болып кеткен кісіге де дұға қылынады. Енді Құрандағы соған байланысты аяттарды оқиық. Алла Тағала бізге үйретеді. Бұлай қылып дұға қылыңдар дейді әке шешелеріңе. Бірінші аят бұл Құрандағы 17-ші сүре, Исра сүресінің 23-ші аятында Алла Тағала бұлай дейді: Астағиду билла, бисмилла, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Бізге айтып жатыр Алла Тағала. فلا تقل لهما, ол екеуіне, әкеңе және шешеңе айтпа. Не деп айтпа? Уф деген сөзді де айтпа дейді. Яғни қарсы келме оларға. Ой, тек мені көріп қалдың ба? Анаған әтшеш, мұнаған әтшеш, пух деген сөздерді айтпа дейді. Қолданба ондай нәрсені. Бір нәрсеге бұйырып жатыр ма? Балам, бара қойш, жаса қойш, кел мында. Ой, деген нәрсені айтпа. Айтпа олай. Уала танхархума, ол екеуіне ешқашанда қарсы шықпа. Тыңда оларды. Және вақул лахума қаулан карима. Вақул, айт. Лахума, ол екеуі үшін айт. Әкең мен шешеңе айт. Нені айт? Қаулан карима, тек қана сыпайы сөзді айт. Сыпайы сөзді сөйле. Тек жақсы сөз, тек тәтті сөздерді ғана сөйле оларға. Келесі аят 24-ші. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Ол екеуіне кішірейіп тұр әрқашанда. Және мархамет құшағыңды жай. Енді дұға келе жатыр. Алла үйретеді. Уақул, айт. Және де айт, дұғаңды қыл. Сол екеуіне не деп қыл? Яғни атаң мен анаңа Робби рухамхума кама ромбаяни сағира. Міне дұға. Робби ирхамхума кама ромбаяни сағира. Бұны арабша білетін кісі арабша қылса болады, немесе қазақша қылай берсеңіз де болады. Немесе осыған ұқсатып. Мағынасы: Раббым, Аллахым, ол екеуі мені кішкентайда тәрбиелегендей, сен де оларды мәрхаметіңе бөлей көр. Басқа сүренің басқа аятына келетін болсақ,
Құрандағы 14-ші сүре Ибрахим алейхиссаламның сүресінде 41-ші аятында былай дейді. Астағиду билля бисмилля. Алла Тағала былай дейді. Мына дұғаны қылсақ та болады. Бұны көбісі біледі. Роббана ғфирли ва ливалидайя ва лилмуъминин ва лилмуъминина яума яқумул хисаб. Роббана, ей Раббымыз, ей Аллахым, иғфирли, менің бүкіл күнәларымды, қателіктерімді кешірші Аллахым, кешіре көр. Және ва ливалидайя, ата-анамның біліп-білмей жасаған қателіктерін, күнәларын кешір Аллахым. Және де валил муъминина, бүкіл муъминдерді де кешір. Қашан? Яума яқумул хисаб, есеп-қисап болатын күні. Раббымыз есеп құрылатын күні мені, әке-шешемді және муъминдерді кешір, жарылқа. Міне осы дұғаны білмейтін кісілер болса, жаттап алайық, бұл оңай. Көп жерде қылынады. Және тағы бір дұға Құрандағы. Бұл аят Абу Бәкір радиаллаху анху үшін түскен деген риуаят бар. Енді Аллаху алям, ең дұрысын Алла Тағала біледі. Бұл 46-ші сүре Ахқаф сүресінің 15-ші аяты. Астағиду билля бисмилля. Алла Тағала былай дейді. Бұл жерде де біздерге үйретеді Алла Тағала. Ва вассайнал инсана бивалидайхи ихсана. Ва вассайна, Алла айтады, өсиет қылдық. Бұл жерде өсиеттен мақсат әмір еттік, бұйырдық. Алла бізге әмір қылып жатыр. Нені? Әл инсана, адамдарға бұйырдық. Нені бұйырдық? Бивалидайхи ихсана, ата-анасына жақсылық істеуді бұйырдық дейді. Ата-анасына жақсы қарауды, жақсылық жасауды, ешқашан қарсы шықпауды, осы нәрселерді бұйырдық, әмір еттік. Келесі аят. Хамалатху уммуху курхан ва вадa'атху курха. Өйткені дейді, анасы оны зорға көтеріп, әрең босанады дейді. Келесі. Ва хамлуху ва фисалуху 30 шахра. Сондай-ақ жүкті болуы, жаңағы әйел адамның, анамыздың, және сүттен айыруы 30 ай дейді. Машаққат деп жатыр ғой енді. Хатта иза балага ашундаху ва балага 40 сана. Ақыр ол ер жетіп, бұл жерде ол деп Абу Бәкір радиаллаху анху айтылып жатыр дейді. Тек қана ол кісінің дұғасы емес, сіздерде қылыңдар деп жатыр ғой Алла Тағала. Бұл жерде мысал болып беріп жатыр. Ақыр ол ер жетіп 40 жасқа жеткен кезде бұлай деп дұға қылды дейді Абу Бәкір радиаллаху анху. Бізде қылайық бұл дұғаны. Қала, айтты дейді. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алай ва ала валидайя ва ан а'мала салихан тардах. Енді бұны жаттай алмайды шығарсыздар енді. Ұзын бір арабша аят жаттап алсаңыздар нұр үстіне нұр. Қазақшасын немесе осы мағына ұқсатып қылай берсек болады. Мағынасы: Раббым, өзіме, әке-шешеме берген нығметтеріңе шүкірлік етуімді, өзің разы болатын түзу амал істеуімді маған нәсіп ете көр. Дұған жалғасы бар. Ва аслих ли фи зуррияти. Және менің ұрпақтарымды да түзелт, тура жолға сал. Менен кейінгілер, қияметке дейін келетіндер. Инни тубту илейк. Шын мәнінде ешқандай күмәнсіз мен тәубе қылдым саған. Ва инни минал муслимин. Әрине мен бой ұсынушылардан болдым. Яғни мұсылман болдым мен. Түсінесіздер ме? Осы дұғаларды қылсақ болады екен. Тағы да басқа дұғалар бар көп. Енді біз осыларды ғана не қылдық, жазып әкеліп сіздерге оқып беріп жатырмыз. Енді тоқтаған жерімізді жалғастырайық енді, иншаллах. Бисмилlah. 7-ші хадиске келген екенбіз. Кімнен риуаят етілді? Ан ибн Аббас радиаллаху анхума қал. Ибн Аббас радиаллаху анхума былай дейді. Енді
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан естігенін, білгенін біздерге айтып жатыр ғой, жеткізіп. Қала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді: "Ма мин муслимин лаху валидани муслимани юсбиху илейхима мухтасибан". Мағынасы, мұсылман адам сауабын жалғыз Алладан күтіп, мұсылман ата-анасына жақсылық жасайтын болса, илля фатахаллаху лаху бабайни, яғни минал джанна, Алла сізге арнап жұмақтан екі есікті ашып қояды дейді. Бір есік әкеңізге, атаңызға жасаған жақсылық, екіншісі анаңызға, шешеңізге, мамаңызға, анаңызға жасаған жақсылығыңыз үшін бір есіктен, жұмақтан екі есікті ашып қояды дейді Алла Тағала. Ва ин кана вахидан фавахидун, ал ата-анасының біреу ғана тірі болса, және сол кісіге жақсылық жасаса, мысалы әкесі тірі, немесе шешесі тірі, біреу тірі, соған жақсылық жасады, разылығын тапты, Алла Тағала сол жақсылық жасаған балаға жұмақтан бір есікті ашып қояды дейді. Ва ин агдаба ахадахума лам ярдаллаху анху хатта ярда анху. Енді сол әкеңмен немесе анаңның біреуі сенен разы болмай қойса, немесе екеуі де разы болмай кетсе, соңғы демін берейін деп жатыр, төсекте жатыр, жаңа өлім аузында, "Ей балам, сенен разы емеспін" деді ма, екеуі немесе біреуі оқыған намазың, қажылыққа 1000 рет барсаң да, жаяу барсаң да, 100 рет 100 мешіт салып берсең де, тағы басқа, Алла біледі, енді қиындау болады жағдайың, қабыл болмай қалуы мүмкін дейді риwаяттарда. Себебі өткен дәрістерде оқыдық, Алланың разылығы әке шешенің разылығында, Алланың ашуы әке шешенің ашуында. Егер сол екеуін разы қылсаң, соңғы сөздері: "Балам, разы болдым. Ей, молодец, лайк саған. Битсем, құтылдың ғой. Красавчиксың ғой сен. Ұттың сен. Екі дүниеде де бақыттысың сен. Жоқ, наразы болды ма, кәсәшниксің сен. Қораға кірдің" деген сөз ғой. Бұл жерде сол айтылып жатыр. Оларды разы қыл дейді. Қилә, сосын сұрадық дейді. Ва ин заламаху, олар тірі кездерінде бізді ренжітіп қойса да, біз оларды разы қылайық па? Болады, мысалы, әкең ренжітіп қояды, анаң ренжітіп қояды, кейде шапалақтап қояды, жаңағы ұрсып қояды. "Ей" деп, ренжіп қалдың, жылап қалдың. "Ва ин заламаху" деп жауап берді. Олар сені ренжітсе де, болсын деп ренжітеді. Бостан босқа іші пісіп, жаңағы, ішім пісіп кетті, уақыт көп, келші мындай кел, 1-2 шапалағым же деп ұрмайды ешқайсысы баласын. Болсын деп ұрады, ұрсса да, айтса да, болсын дейді. Ең тәтті өтірік не білесіздер ме дейді? Ең тәтті өтірік. Әке шешенің баласын айтқан өтірік дейді. Ең тәтті өтірік. Мама, шоколад жейсіз ба? Жоқ, шоколад жақсы көрмеймін. Бірақ жақсы көріп тұр, жақсы көрмеймін өтірік айтады. Ең тәтті өтірік сол дейді. Мама, мороженое жейсіз ба? Жоқ, тойып тұрмын. Өзің жей бер. Тойып тұрған жоқ, ол да аш. Бірақ өтірік айтып тұр, тәтті өтірік. Ол біздің ана өтірікке ұқсамайды. Бізге келіп айтса, жейсің ба? Қарын тойып тұрса да әкел дейміз ғой. Негізі мынандай бір сөз бар, молдаға дейді, берсең дейді, "Машалла, баракалла" деп айтады екен. Алла береке берсін, машалла деп айтады дейді молдаға, берсең. Бірақ молдадан сұрасаң, астағфиралла, айта көрме деп айтады. Ең тәтті өтірік болса. "Мама, өзіңізге қалды ма тамақ? Маған толтырып салып бердіңіз ғой." "Қазанда толып тұр, жей бер балам. Бар ашып қарашы, қазанда жоқ тамақ." Яғни болсын деп айтады. Өмір жастарын ұзақ қылсын. Қайтыс болып кеткендерге Алла рахмет қылсын, қабірлерін кең жарық қылсын. Иншалла қиямет күні пайғамбарлармен бірге бір сапта, жұмақта көрші болуымызға Аллахым баршамызға нәсіп етсін. Иншалла. Қатты айтыңыздар әмин деп, қорықпаңыздар. Намазда емеспіз ғой. Или YouTube не қыла ма, запрет қыла ма деп. Дірілдеп отыр ғой экран. Видео. Бәрі жақсы ма? Түсе берсін, жалғаса берсін. Светтен ба? Әке шешең сені ренжіткен болса да, болсын деп ренжітеді. Бірақ сен оларды ешқашанда ренжітпе дейді.
Келесі хадис. Енді бұл жерде бір жігіт туралы айтылады. Бұл жігіт бір жамағатқа кіріп кетеді, адасқан жамағатқа. Сөйтіп ол жамағаттан шығады да жасаған күнәлар үшін өкініп, Омар радиаллаху анху баласы Абдулла деген сахабаға радиаллаху анхуға келіп айтады бастан өткен жағдайлар. Сол туралы. Тойсалат ибн Майяс қал, аты Тойсала ибн Майяс деген кісі. Былай дейді: كنت مع النجدات فأصبحت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما. Мен дейді, Нәжадат деген бір жамағат, астына жазған кімдер екен, детально айтпай қояйық, бір адасқан жамағатта болдым дейді. Сөйтіп, ол жақтан аман есен құтылып шықтым дейді. Өкініп бір күні келдім дейді. Кімге? Хазірет Омар радиаллаху анху баласы Абдулла радиаллаху анху келіп айттым дейді. Мен осы что-то үлкен күнәлар жасап қойған сияқтымын деп айттым дейді. Қала сол кезде Ибн Умар радиаллаху анхума мәхия сұрады дейді. Қандай ол күнәларың, айтшы. Құлту кәда ва кәда, мен айтып бердім дейді. Осындай күнә жасадым, мынандай күнә жасадым, осы күнәлар үлкен күнә сияқты, Алла кешірмейтін сияқты деп айтып едім. Қала былай деп жауап берді дейді. Омар радиаллаху анху баласы Абдулла радиаллаху анху: лейсат хадихи минал кабаир, сен мына айтқандарың үлкен күнәларға жатпайды ғой деп айтты дейді. Және өзі сөзін жалғастырып, хунна тисун, ең жаман күнәлар ол 9 деп бастады дейді сөзін. 9 күнә бар, ең жаман күнәлар. Біріншісі не екен? Әл-ишраку билла, Аллаға серік қосу. Қазақша серік дейді, арабша ширк дейді, ортақ қосу Аллаға. Түсінікті ғой? Біріншісі, біліп отырайық, қазір сұрайын. Екіншісі вақатлу насаматин, адамды өлтіру. Үшіншісі вал-фирару миназ-захфи, соғыстан қашу. Соғыс болайын тұр. Елге, отаныңа дұшпандар келді, әне міне деп бастап кетейін деп жатыр соғысты. Сен соғысқа келіп тұрып қашсаң, ең жаман күнә екен. Бұл нешінші еді? Үшіншісі. Төртіншісі вақазфул мухсана, абыройлы әйелге жала жабу. Зина жасадың деп өтірік кәсекті ілу соның мойнына. Ол жасаған жоқ, бірақ жасадың деп жала жабу. Абыройлы бір әйелге. Және ва аклу риба, риба пайыз өсім жеу. Бұл нешіншісі болды? Ва аклу малил ятим, жетімнің малын жеу. Алтыншысы бұл, жетіншісі вал илхадун фил масджиди, масджид харамда. Бұның екі мағынасы бар. Яғни Мекке бар ғой, Қағбатулла қарата, сон айналасын масджид харам дейді. Харам аумағы, сол жерде күнә жасау, немесе мешіттерде күнә жасау, екінші мағынасы. Мешіт Алланың үйі. Осындай жерде Алланың үйінде күнә жасау үлкен күнәлардан жазылады екен. Және валлади ястасхиру, біреуді мазақ ету, үлкен күнә. Прикол ұстау, мазақ қылу. Жаңа біреудің мысалы көзі көрмейді, очки киіп алған, 4 көз деп мысалды, тағы басқа. Кекету, мазақ қылу, тағы басқа сол. Алла сақтасын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, жаңа соқыр деп, жаңағы кемсітетін болса, мазақ қылатын болса, аяғы жоқ, бір аяғынан ұзын, бір қолынан қысқа мазақ қылатын болса, Алла әділетті дейді. Сенің дейді, басыңа береді сол нәрсені. Қияметке дейін келеді ұрпақтарың бар ғой, содан обязательно біреу солай болып шығатын болады. Астағфиралла деді ғой. Айтып қойған сияқсы бұрын бұл жерлерде. Астағфиралла, айтып отырайық, астағфиралла, астағфиралла. Алда енді анау неді? Құрдастар жаңағы бір-бірімен қалжыңдасса да солай кетіп қалады ма? Оның бәрін айтамыз қазір. Кіреміз. Мұнан каждыйына қазір Құраннан аят оқитын боламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ойнайтын болсаңдар, қалжыңдасатын болсаңдар, шындықпен ғана қалжыңдасыңдар. Өтірікпен қалжыңдасу ол харам, запрет қылынған дінімізде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тоже қалжыңдасатын болған. Яғни ойнайтын болған, шындықты айтып бірақ. Всегда бүйтіп ашуланып жүретін кісі болмаған пайғамбарымыз. Мысалы, бір апа келді, үлкен әжей кісі, Алланың Расулы жасы 80-90-ға жетіп қалған үлкен кісі. Дұға қылыңызшы, мен жұмаққа кірейін деді.
Сонда пайғамбарымыз қарап отты да, апа деді, сіз жұмаққа кірмейсіз деді. Ойбай, ана апа жылайды, быт шығып, настроение жоқ, нәскесіне түсіп кетеді. Сөйтіп бұрылып кетіп бара жатқан кезде айтады ғой, ей, апаны тоқтатыңдар, апа сен жұмаққа кіресің, 18 жастағы қыз болған күйде кіресің, мынандай апа болған күйде кірмейсің дейді. Болады шындықпен. Бір сахаба келіп түйе сұрады, я Аллах Расулы, мен далада қалып қойдым, түйем өліп қалды, бір жерге жетіп алуым керек, түйе керек маған дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір ботаны алып келеді. Ашуланады сахаба, ей Аллах Расулы, мен түйеден чотам дейді ғой. Ей, әрбір түйе кезінде бір бота болды ғой дейді. Бұл да түйе болады кішкене өсірсең. Сондай нелері бар. Сахабалар да сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не қылған, қалжыңдасып жаңағыдай шындықпен. Сахабалардан бір сахаба болды, оның жағдайы жоқ, ақшасы жоқ, бірақ Мәдина жерін білесіздер ғой, шөл дала, құрма өседі, басқа нәрсе өспейді. Шетелден келеді жаңағы жүзімі, апельсині, банан тағы басқа. Сөйтіп, олар қымбат болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жаңағы сахаба базардан сондай жаңағы фруктылар жинап алып келеді екен, өте қымбат фруктыларды. Мәдинада өспейді ол. Сөйтіп бәрін жинап пайғамбарымызға алып келеді екен. Мәз болды, я Алла Расулынан бәрін сізге әкелдім. Сахабалар шок. Ойбай, қайдан алды, ақшаны қайдан тапты? Сөйтіп пайғамбарға жегізеді екен, жеңізші деп. Мәз болып қарап отырады екен жаңағы. Сосын артынан жүгіріп келеді дейді жаңағы сатқан кісі, соның иесі. Бұны ақшасымен төлейді десе, мына кісі төлейді деп көрсетеді екен пайғамбарға. Мен шын жүрегімнен әкеліп тұрайын, сіз жеңізші деп. Бірақ жағдай жоқ. Пайғамбарымыз жымиып мәз болған екен. Сонда мына тістері көрінген екен. Күлген кезде мына соңғы тістері бар ғой енді. Азу тіске дейін көрінбейді ғой. Бер жағын мәселе. Сол бір жылға дейін осыны еске алған сайын пайғамбарымыз бір жылға дейін жымиып күлген екен. Мәз болып. Соңғысы, тоғызыншысы жаман күнәлардан қандай екен? Вабукаул валидейни минал уқуқи, әке шешені жылату. Енді әке шешені жылатуға болады қай кезде? Қуандырып, мәз қылып, қуаныштан көз жастар төгетін болса, ол керісінше саған сауап болады. Мәз болып көз жасын төгетін болса, қуаныштан. Баласы армиядан кел, шетелден кел, немесе жаңағыдай жақсы бір сюрприз жасады, подарок, анау мұны мәз болып жылады, ол сауап, үлкен сауап. Бірақ ренжетіп, қарсы келіп жылататын болса, жаңағы кейбір вахаби бауырларымыз сияқты пісірген тамағың харам, сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің дейді, Алла сақтасын. Ей балам, не болып қалды? Сен бұрын қандай едің, қазір не болып кетті? Деп көзіне жас шықты ма, ең үлкен күнәһар сол бала болады. Анасын, әкесін жылатқан үшін, ренжіткен үшін. Алып білмейсіздер ме енді? Үйге бар айтасыздар да, нәсіп етсе. Бірақ осы айтылған нәрсеге, ана қазақ айтса, 10 нәрсені қосып айтады дейді ғой. Шайды ғой деп жаңағы жеңгеге, миссионерге сұхбат айтам деп. Үйге бар айтсаңыздар ғой. Бірақ дұрыстап нетіп алыңыздар. Енді арыңыздар, әр күнәға, жаңа 9 күнәға, әр қайсысына міне әке шешені жылату. Қазір қайттан қайталап айтамыз. Біріншісі қайсы? Аллаға серік қосу. Оған байланысты Құрандағы аят, көп аят. Кейбіреулерін жазып келдік енді уақытымыз жеткенше. Біз андай ұстаздардан емеспіз, жаңағы ноутбукты ашып қойып, жаңағы планшетті ашып қойып отырады бүйтіп. Ондай жағдай жоқ енді. Біз бәрін жазып отырамыз осылай. Мына жерде бір нәрсе намек қылдым мен. Айтам да, андай ұстаздар сияқты ноутбук ашып, планшет ашып отпаймын бүйтіп. Ол оңай. Скриншот қылады да, тек бүйтіп отырады. Біз бәрін жазып жүреміз бүйтіп. Ымға түсінген, бәріне түсінді. Ымға түсінбеген, дымға түсінген жоқ. Ал, Аллаға серік қосу туралы Құрандағы аят. Астағиду билла, бисмилла. Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих. Бұл Ниса сүресінің 116 аяты. Инналлах, расында Алла Тағала ла яғфиру, кешірмейді, жарылқамайды. Нені кешірмейді? Ан юшрака бихи, өзіне ортақ қосуды. Яғни Алла Тағала серік, ширік деген нәрсені кешірмейді, ешқашан да кешірмейді.
Бірақ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Одан басқа, яғни ширктен басқа күнәлардың барлығын Алла Тағала кімді қаласа кешіріп жібереді. Бірақ ширкті де кешіреді қашан? Тірі кезінде тәубаға келіп, бас тартып, бұрынғы күнәсінен, ширктен, тағы басқа күнәларынан Аллаға бет бұрып, Құранда айтылғандай фафирру илаллах, Алла тарапқа қашыңдар дейді Алла Тағала. Маған қарата қашыңдар дейді. Сол Алла Тағала тарапына қашып, дұрыс жолға түсіп, енді ешқашанда мына жаққа бет бұрмайын деп күнәға тәуба қылатын болса, Алла ширкті де кешіріп жібереді. Бірақ тәуба етпей, ширкабат етіп, жаңағы ширкаман бол, тағы басқа ширк қылып, серік қылып, Аллаға ортақ қосып, деп өліп кетсе, тозақта халидина фиха абада, тозақта мәңгілік қалады екен, шықпайды. Бірақ басқа күнәларға тәуба қылмай өліп кететін болса, ол Алланың қолында. Алланың құдіретінде кешіріп жүру мүмкін, немесе кешірмеу мүмкін. Ол жаққа біз басымызды тықпаймыз. Аяттың жалғасында وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, ал кім Аллаға ортақ қосса, яғни мүшрик болса, ширк қылып жүретін болса, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, ол расында өте ұзаққа адасты дейді, кетті ол дейді. Дәл осындай аят бар. Басы бірдей ұқсас. 48-ші аят Ниса сүресінің. Ол жерде былай деп жалғасады. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, ал кім Аллаға ортақ қосатын болса, мүшрик болатын болса, فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, расында жала жауып, үлкен күнә жасаған болады дейді. Бұл жаңағы Аллаға серік қосу туралы аят Құрандағы. Түсінікті болды ғой, не ширктің өзі екіге бөлінеді, о жағына кірмей қояйық. Екіншісі, қандай күнә? Адам өлтіру. Мәйда сүресінің 32-ші аятында Алла Тағала былай дейді. Құрандағы 5-ші сүре, Мәйда сүресі, Дастархан деген сүре, 32-ші аятында Алла Тағала былай деп бұйырады. Мән қатала нафсан биғайри нафсин ау фасадин фил ард. Кімде-кім кісі өлтірмеген, немесе жер жүзінде бұзақылық қылмаған біреуді өлтіретін болса, қарапайым бір адам, ешқандай жаңағыдай кәсігі жоқ, кісі өлтірмеген, бұзақылық қылмаған, кетіп бара жатыр, алдында өлтіріп тастады мысалы бір адам. Енді бұның күнәсі дейді. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ол жаңағы адамды өлтірген. Бүкіл адамзатты өлтіргендей күнә алып тозаққа кетеді. Бір адамды өлтіріп қойса, Сол біз Құраннан, хадистен, ғалым ғұламалардың сөзін айтамыз, басқа кірмейміз. Ата бабаларымыздың жаңағы мақал мәтел сөйтіп келе жатыр қой, аман есен. Қазір 5-6-шы нәрсені қосып жіберсем, сразу мына жерден тоқтатасыздар. Тоқта, не айтып кеттің сен деп. Сосын видео түсіп тұрғасын, барымызша бүйтіп отырып қой, тартып, аттың басын тартып. Жалғасы аяттың. Бірақ дейді, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Ал кім тірілтсе, бір адамды тірілтсе, құтқарса, өлейін тұр, немесе біреу оны өлтірейін деп жатыр, тағы басқа, соны құтқарып алып, барып өліп кетсе. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Ол как будто дүние жүзіндегі 8 миллиард адам бар ма, бәрін құтқарғандай сауап алып, жұмаққа кетеді. Тірі қалса сауап алады, сол сауап. Бірақ өліп кетсе, құтқарушы алады. Құтқарушы. Өлтіруші бүкіл дүние жүзін өлтіргенде күнә алады. Құтқарушы бүкіл адамды құтқарғандай сауап алып, егер өліп кетсе, жұмаққа кетеді. Тірі қалса сауаптың иесі болады. Бұл жаңа екінші нәрсеге мысал. Үшіншісі не еді? Жаман күнә. Жоқ. Соғыстан қашу. Сол туралы аят. Астағиду билла бисмилла. 9-шы сүре, Тәуба сүресінің 39-шы аяты. Илля танфиру. Алла айтады, егер соғысқа шықпасаңдар, яғни соғыстан қашатын болсаңдар, Алла сақтасын, басымызға бермесін. Юаллибукум азабан алима. Алла сендерді сондай жаман қатты азаппен азаптайтын болады. Алла өзі айтып жатыр Құранда, соғыстан қашатын болсаңдар. Бұл қалай? Қазір мылтықтап алып кету емес. Біреулер сөйтіп түсінді ғой, кетті басқа жақтарға. Ол емес. Өмір сүріп жатсың, ешкімге зияның жоқ. Ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың, бірақ бір дұшпан келді де, жеріңе, отаныңа көз салды да кіріп келе жатыр.
қара ниетпен, жаман ниетпен сен қаштың, еліңді, отаныңды тәрк қылып тастап, қашып кеттің. Қашқандар бар ғой, айтпай қояйық кімдер екен, кетті, қашты, отанын, жерін тастап. Ондай болмаңдар дейді. До конца тұрыңдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 3 адам ешқашанда жұмаққа кірмейді дейді. Соның біреуі арақ ішіп, араққа тыңқиып, тойып алып, перегармен ұйықтап өліп кеткен адам дейді. Алла сақтасын. Жаман өлім. Екіншісі, себебі неге жұмақ кірмейді? Арақ ішкен адам, адам өлтірген адам, зина жасап жатқан кезде, ұрлық жасап жатқан кезде жүректегі иман шығып кетеді, басында бұлт болып күтіп тұрады дейді. Күтіп тұрады дейді басында. 40 күн деп неге айтқан? Арақ ішкен адам 40 күнге дейін дұғасы қабыл емес деп, мына адамның денесі 40 күн сайын ауысып тұрады екен. Сөйтіп арақ адам денесін 40 күннен кейін барып шығып кетеді екен. Үйдегі шаңды тексеріп көрсеңіздер, 100% көп процент адамның терісі шанда. Сөйтіп адамның денесін Алла Тағала тазартып тұрады екен, жаңартып. Ал арақ ішкен адамдікі 40 күннен кейін барып шығып кетеді дейді. Сол үшін 40 күнге дейін қылған дұғасы, жақсы ниеті, қылған амалдар қабыл болмайды. Сондай нәрселер бар енді. Сол жаңа екіншісі, ешқашан жұмаққа кірмейтін, тозақта мәңгілікке қалатын. Алла Тағала оны қыз баласы қылып жаратты ма? Өскеннен кейін қарайды, что-то мен қыз болғым келмейді дейді. Алла оны бірақ қыз қылып жаратты. Алланы да кесіп тастайды, бір нәрсені тігіп алады, сөйтіп еркек болып шыға салады. ЛГБТ-сі бар, несі бар? Тозаққа кетеді, Алла сақтасын. Ал еркек болып дүниеге келді, мұны не шошайып тұрған дейді, кесіп тастайды, басқа бір нәрсені шошайып шығарып алады, қыз болып өзгере қалды. Бұл да сондай. Керісінше сол жаңағы. Бірақ мына не нәрсе бар? Хунса деген нәрсе бар. Хунса деген дүниеге келеді, Алланың қалауымен екі жынысты болады. Ол өзі қалаған жоқ ол нәрсе. Алла қалады, екі жынысты қылады. Ондайлар бар. Ол миллионда бір шығар, Алла біледі. Олар туралы кітапта жазылған. Олардың намазы сабы бар бөлек. Бірінші имамнан кейін кім тұрады? Ересек, үлкен кісілер, одан кейін жас жігіттер, жас балалар, сосын әйелдер келмейді, хунсалар келеді жаңағылар. Сосын бар әйелдер келеді. Алла сөйтіп жаратады. Енді бұл не істейді? Жүре бере ме сөйтіп? Жоқ. Бұны тексереді. Бұл еркек жаққа басым болса, бұның нәрселері жаңағы әйелдік нелерін алып тастайды да, еркек болып қала қалады. Егер әйелдікке жақын болса, онда еркектік органдарын алып тастайды да, әйел болып жалғастырып кетеді өмірін. Бұл өзі қалаған жоқ ол нәрсе. Алла сондай қылды. Алла қалаған жасайды. Біз қарсы келе алмаймыз. Малда да бар ма? Қыз теге деп сондай. Енді жаңағылар тозаққа кетіп қалатындар, олар өздері өзгертіп алғандар. Ал үшіншісі кім? Семьяңа, үйіңе бір дұшпан басып кіріп келе жатқан кезде бейхабар болып, семьяңды тастап қашып, отаныңды тастап қашып кететіндер ғой, солар екен. Ал керісінше семьяңды, мал мүлкіңді, әйеліңді, бала-шағаңды қорғап, артыңа алып, ал не болды деп өліп кетсең, шахид болып кетесің. Прямо жұмаққа кетесің. Қорғап өлсең, семьяңды, мал мүлкіңді, еліңді, отаныңды қорғап өлсең, прямо жұмаққа кетесің. Ал шахид пен шахид емес адамның арасында 5 айырмашылық бар. Соның біріншісі, шахид болмай өлгендердің жанын кім алады? Әзраил алейхиссалам періште келіп алады, шырылдатып тұрып. Ал шахид болғанның жанын Алланың өзі алады. Олардың денесі шірмейді шахидтерден. Тап-таза болып жата береді. Ал шахид еместер шіріп кетеді. Сүйік болып жатады, тағы басқа. Сондай 5 түрлі несі бар? Өзгешіліктер бар. Жұмақта ең үлкен дәрежеде пайғамбарлар болады, содан кейін ғалым ғұламалар болады, сосын шахидтер тұратын болады. Неге пайғамбардан кейін неге шахидтер келмеген? Неге ғалымдар келген? Сұрақ, не үшін? Шахидтер айтады екен, мына ғалым ғұламалар болмағанда, осы шахидтілік мәртебені бізге түсіндірмегенде, ана хадис аяттарды оқымағанда біз білмейтін едік қой деп айтады екен. Сол үшін ғалым ғұламалар бізден жоғары тұрады деп айтады екен. Олар бізге үйретті ғой осы нәрсені. Яғни елімізге Алла сақтасын, немесе үйімізге жау келген кезде біз қашқан жоқпыз. Ұстаздар, имамдар, ғалымдар үйретті, риуаяттарды оқыды. Біз отанды қорғап тұрдық, отан қорғау парыз. Сөйтіп өліп кеттік.
шахид болып кетті. Ал қашатын болсаң, фирар, қашып кететін болсаң, тастап, үйіңді, семьяңды, еліңді, халқыңды қашсаң, ол адам ең үлкен күнәні жасаған болады. Екі адамның көзі тозаққа харам қылынады. Яғни Алла Тағала тек қана көзді алып, жұмаққа тастап, денесін тозаққа тастайды емес. Бұл жерде ереже бар. Бәдәл жүз минәл күл дейді грамматикада, арабшада. Алла Тағала көзді айтып жатыр, демек бүкіл денені айтып жатыр. Яғни екі адамның денесі тозаққа харам болады, жұмаққа кіріп кетеді дейді. Кімдер? Біріншісі тахаджудке тұрып, түнде тұрып, бір қараңғылау бөлмеге кіріп, намаз оқитын жері көрінсе болды ғой. Сөйтіп, бәрі ұйықтап жатқан кезде Алладан қорқып жылаған адамның көзі тозақта күймейді екен. Яғни жұмаққа кіреді. Екіншісі әскерлер, елді қорғап тұрған, шекарадағылар, ұйықтамай. Бұның ішінде тек қана олар емес, қаланың ішіндегілер де кіріп кетеді. Жаңа скорей болсын, полициясы болсын, тағы басқа. Бәрі кіріп кетеді. Сіз де кіріп кетесіз. Сондай нәрсе. Түркияда, енді біз Түркияда оқыдық қой, 10 жылға жақын оқыдық, 10 жылдан астам да оқыдық. Алла шүкір, Алла оқытты, үйретті. Сонда мәрмәр деген теңіз бар. Стамбулдың ортасынан қақ жарып тұрған. Сол мәрмәр теңізінен через мәрмәр арқылы жаңағы дұшпандар өткісі келген ғой. Стамбулды қиратамыз, быт-шыт шығарамыз, ағарата өтіп кетеміз через мәрмәр арқылы деп. Сонда Чанаккале деген соғыс болған. Аты Чанаккале соғысы. Сол жерге әр жерден мұсылмандар жиналған ғой. Егер бұл жерден өткізіп алсақ, мына жағымыз дұрыс болмайды деп біздің аталарымыз бәрі барған екен. 101 нәрсе 1000 шахид бар, қайтыс болып кеткен. Сонда сол соғысқа жаңағы түрік аналар балаларын жібереді енді. Үйде отырма, бар, еліңді құтқар. Сонда солдаттар келіп алып кететін кезде тексермеген екен, жасың нешеде, атың кім деп сұрамаған, мылтықты қолына береді екен. Ұстаса мылтықты алып кете береді, көтеріп тұрса. Көтермей тұрса, демек әлі бала қалды деп айтады екен. Сонша кетіп бара жатқан жас балаға анасы айтады дейді. Сенің емген сүтің, мен саған емгіздім, сүт бердім. Сол емген сүтің саған харам болсын дейді. Қашан? Егер соғысқа кетіп бара жатсың ғой, артқы сапта тұрып соғысатын болсаң деп айтады. Сонда жаңа дұшпандар жалмауыздар. Жаңа кәпірлері бар. Енді корабль ғой енді. Теңіздің үстінде соғыс болып жатыр. Сосын шахидтердің ішінде теңізде соғыс өлген шахидтің мәртебесі жоғары ма? Қара жер басып жүріп өлген шахидтің мәртебесі жоғары ма? Қалай ойлайсыздар? Теңіздегі жоғары болады. Екі түрлі азапты көреді, қиналады. Бірінші өліп қиналып жатыр, және суға да батып қиналып жатыр. Сол үшін оның дәрежесі мынадан жоғары тұрады екен. Жаңағы дұшпандар біледі ғой, біздің алдымызда мұсылмандар дейді. Олар әлсізге тиіспейді. Қолында қаруы барларға ғана не қылады? Соғыс ашады. Ито біз айтқанымыз, Али радиаллаху анху бір соғыста бір кәпірді құлатады. Енді өлтірейін деп жатқан кезде бетіне түкір жібереді. Сонда өлтірмейді, тұр, кет дейді. Сұрайды, неге өлтірмедіңіз? Жаңа Алла жолы үшін, дін үшін өлтірейін деп жатқан едім сені. Ислам діні үшін, Алла жолында өлтірейін деп жатқан едім. Бірақ сен түкірдің ба, намысыма тиіп кеттің. Енді өлтірсем, Алла жолы үшін емес, бір намыс үшін, ана ішінде нәпс үшін болып кетеді. Бұл уже адам өлтіру болады, қан төккен болады. Керейміз кет деп қуып жүрген көтеннен бір теу. Дін сондай, ислам діні. Біреулер ойлайды, жихад десе болды, тек мұсылмандар қырып кетеді, өртеп кетеді. Олай емес. Мұсылмандар бір жерге барып жихад қылатын уақытта бірінші барып айналасында 3 күн күтеді. Тыңдайды, азанның дауысы естіле ме деп. Азанның дауысы 3 күнге дейін естілмесе, біреу жібереді, ескертеді, біз келіп тұрмыз, дінді қабылдаңдар деп 3 шартты қояды. Я мұсылман боласыздар, я мұсылман боласыздар. Екіншісі, я бізбен соғысып жеңілесіңдер. Я үшіншісі налог. Оларды зимми дейді арабша. Мұсылмандардың қорғауындағы мұсылман еместер. Мұсылман қорғауын алып алады мұсылман еместерді. Бірақ олар налог ақша төлеп тұрады, бір нәрсе болса мұсылманды қорғап береді. Таңдаңдар деп айтады. Үшеуіне қарсы келетін болса, соғысын барып кіретін болған. И то
Айтады, ағаштарды қиратпаңдар, үйлерді сындырмаңдар, өртемеңдер, ақсақалдарға тиіспеңдер, әйелдерге өпші жоламаңдар, кішкентай балаларға тиіспеңдер. Иә, тек қолында қару бар, жас жігіт, и то қару болу керек. Қараңызшы, дін, ислам діні. Не етіп жатқан еді? Жаңағы сөйтіп жаңағылар дұшпандар соны біліп алған. Теңізде скорый кемелері болады ғой, жаңағыдай құлағандарды көтеріп алады, емдейді деген сияқты. Сондайлардың артына тығылып келген ғой. Мұсылмандар ондайларды атпайды, кәпірлердікі болса да. Ішінде қиналып жатқандар бар ғой, болды енді. Өліммен өмірдің ортасында жатыр. Тиіскісі келмейді, мұсылман біледі. Сол дұшпандар соны біліп алған, тиіспейтін деген, артына тығылып, жақындап келіп атқан ғой. Содан көп шәһидтер кетіп қалған. Біз мұсылманбыз. Көрдіңіз бе? Дін сондай көркем дін. Кімде-кім соғысқа шықпайтын болса, қашатын болса, Алла сендерді жан түршігерлік жаңағыдай жаман азапқа ұшырататын болады. Уаястабдил қаумен ғайракум, сосын орындарыңа басқа қауымды қойып қояды дейді, ауыстырып жібереді сендерді дейді, жоқ қылады дейді. Уала тадурруху шай'a, сендер Аллаға ешбір зиян келтіре алмайсыңдар. Келтіріп көріңдер Аллаға зиян. Алла сұрап тұр ғой, келтіріп көріңдер маған. Келтіре алмайсыңдар дейді, жоқ қылып жүрем дейді. Валлаху аля кулли шайин қадир, Алла Тағала бүкіл нәрсеге қадир, яғни күші жетуші. Келдік, төртіншісі қандай күнә еді? Абыройлы әйелдерге жала жабу дұрыс еместігі туралы Құрандағы аяттар. Көп ол туралы. Енді бір-екеуін айтайық. 24-ші сүре Нұр сүресінің 4-ші аятында Алла Тағала былай дейді. Астағиду билла, бисмилла. Валлазина ярмунал мухсанат. Абыройлы әйелдерге зина жаласын жапқандар дейді. Сумма лам я'ту би арбаати шухада. Айтқан сөздеріне 4 айғақ, 4 куәгер келтіре алмаса олар дейді. Жүріп жатыр ғой енді кәсекті. Жалғасы фәжлидухум саманина жалда. Онда оларға 80 дүре соғыңдар. Вала тақбалу лахум шахадатан абада. Және олардың куәліктері мүлде қабыл етілмейтін болады дейді. Куәліктерін мүлде қабыл етпеңдер, болды. Бір кәсек қылды, бітті кетті. Ва улаика хумул фасиқун. Міне солар нағыз бұзық адамдар дейді. 23-ші аятта осы сүренің инналлазина ярмунал мухсанатил ғафилатил муъминат. Расында ешқандай күмәнсіз абыройлы мұъмин болған, ақ ниетті болған әйелдерге жала жапқандар луину фид дуnya вал ахира. Олар дүниеде де, уақытша дүниеде, және ақыретте де қарғысқа ұшырайды дейді. Лағнеттелінеді олар. Валахум азабун азим. Әрі олар үшін ірі азап бар дейді. Алла Құранда айтып жатыр. Жаңағы айтқан 9 күнәні айтып берді ғой. Біз енді жайлап кішкене ашықтап Құранмен айтып жатқанымыз ғой, жеткізіп. Хадиске кірсек шыға алмаймыз ғана жерден. Таң атып кетеді. Қысқада нұсқа қылып, Құранның ішінен де кейбіреулерін алып отырмыз. Дұрыс па? Жақсы жасаған ба? Дұрыс қой. Мынаны оқып шықсақ та болады еді. Тез. Түсініксіз болып болады. Келдік, 5-шісі не еді? Риба, пайыз, өсім. Пайыз жеу риба. Құранда айтылған аллазина я'кулуна риба ла яқумуна илля кама яқуму аллази ятахаббатуху шайтану минал мас деген аят бар. Бұған байланысты, мына рибаға байланысты Бақара сүресінің 275-278 аяттарында айтылған, және Әл-Имран сүресінің 130 аятында да айтылған. Тағы басқа жерлерде бар. Енді осы аятты оқып берейік. Астағиду билла, бисмилла. Я айюхалладина аману. Ей иман қылған құлдарым. Алла біздерге айтып жатыр. Ла та'кулур риба ад'афан мудаафа. Үсті-үстіне өсім жемеңдер. Риба қылмаңдар. Ваттақуллах, Алладан қорқыңдар. Лааллакум туфлихун, әрине құтыласыңдар дейді. Бұл риба деген нәрсе жаман. Жаңағы аллазина я'кулуна риба, сол биттің соң жақтарында Алла Тағала айтады, кімде кім риба қылатын болса, ол Аллаға және пайғамбарына соғыс ашқан болады дейді.
Құранда аят. Ахаллаллахул бай'a ва харрама риба. Сол бетте айтылып жатыр. Алла Тағала сендерге сауда саттықты халал қылып берді, бірақ рибаны харам қылды дейді. Алтыншысы қандай күнә еді? Жетімдердің малын жеу. Ол туралы Алла Тағала 4-ші сүре Ниса сүресінің 10-ші аятында Астағиду билля бисмилля Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулма. Зұлымдықпен жетімдердің малдарын жегендер, тартып жегендер. Иннама я'кулуна фи бутунихим нара. Олар жана жегендер, залымдар, зұлымдық қылғандар жетімдерге, қарындарын отпен толтырған болады. Және васаяслауна саира. Жақын бір уақытта тозақтың отына кетеді дейді олар. Лақтырылады. Сол тозақтың ішіне кірген кезде қарнын отпен толтырады өздері дейді. Енді мынаған бір мысал қылып аятты оқып берейік. Уалладина ястасхиру деді ғой, біреуді мазақ ету. Сол туралы аят. Бұл туралы Алла Тағала қасиетті Құранда 49-ші сүре Хужурат сүресінің 11-ші аятында Астағиду билля бисмилля былай дейді. Дұрыстап тыңдайық. Я айюхалладина аману ла ясхар қаумум мин қаум. Ей мүминдер, ла ясхар, мазақ қылмаңдар. Қаумун, бір қауымды, бір елді, мин қаумин, бір елді мазақ қылмасын дейді. Қауым деген сол осы біздің қазақта қолданылады ғой, арабтардан келген сөз. Бір елді мазақ қылмасын, бір-бірлеріңді мазақ қылмаңдар. Немесе бұл жерге мынау да кіріп кетеді. Басқа өзге діндерді де мазақ қылуға болмайды. Ислам дінінде жүріп, христиандарды, яхуди, еврейлерді мазақ қылуға болмайды деген діндер. Сондай нәрселер бар, мазақ қылуға болмайды. Ей мүминдер, бір елді тәлкек қылмасын. Тәлкек деген жаңа издеваться етпесін, насмешка қылмасын, мазақ қылмасын, кемсітпесін, бір-бірлеріңді өтіп жасамаңдар. Аса айякуну хайрам минхум. Бір елді мазақ қылдым ғой, бәлкім олар дейді, сол ел, сол қауым өздерінен жақсы шығар дейді. Білмейсің. Сол сияқты мазақ қылмасын дейді кімдер? Вала нисаум мин нисаин аса айякунна хайрам минхун. Сондай-ақ әйелдерді мазақ қылмасын дейді. Күлкіге айналдырмасын дейді, бір-бірін мазақ қылып. Вала талмизу анфусакум. Және бірлеріңізді кінәламаңыздар. Кінәні іліп жүрмеңіздер. Жамандамаңыздар бір-бірлеріңізді. Және міне вала танабазу бил алқаб. Алқаб деген лақап деген сөз ғой, қосымша есім. Бір-бірлеріңізге жаман есім тақпаңдар дейді. Болады мысалы, бір ортан, бір круг, ішінде біреу болады, всегда езіліп жүретін. По-любому болады біреу. Барып кел, шауып кел, ананы алып кел, мынаны жүгіріп кетеді, құлағы алқиып, көзі бақырайып жаңағы. Көзінде очкесі болса, 4 көз деп мазақ қылып ат қойып қояды. Тез жүгірсе қоян деп қояды жаңағыдай. Бэтмен дейді, анау мынау дейді жаңағы. Ондайды жасамаңдар дейді. Ондайды қоймаңдар дейді. Харам. Өзіне ұнамай ма? Айтпашы. Айтпашы мына нәрсені. Жапшы аузың деп жаңағы қойып қояды. Тағы біреуін қосып қояды, тағы бір лақапты. Ол харам болады. Құранда аят. Бірақ оған ұнайтын бір лақап қойып қоятын болса, батыр деп жаңағыдай, арыстан деп, ұнап тұрса өзіне. Арыстан барып қойшы десе, орт деп жаңағыдай, дыбыстар шығарып, өзіне ұнап тұрса, ол басқа әңгіме. Ұнамаса харам, ұнаса проблем жоқ деген сөз ғой. Батыр деп жаңағыдай. Тағы басқа. Жалғастырайық. Енді қараңыз, хадистің жалғасы, көп уақыттарыңызды алмайын. Қалали ибн Умар, сөйтіп жаңағы Омар сахабаның баласы, Омар радиаллаху анхудың баласы Абдулла радиаллаху анху менен сұрады дейді. Осыларды айтып болғаннан кейін, 9 күнәні айтқаннан кейін, Атафроқу минан нар, тозақтан қорқасың ба деп сұрады дейді менен.
وَتُحِبُّ أَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ Жұмаққа кіргенді қалайсың ба? Тозақтан қорқып, тозақтан ұзақ болып, жұмақты жақсы көріп, жұмаққа кіргенді қалайсың ба? Деп менен сұрады дейді. Қульту, мен айттым, eyvallah, қалаймын. Қала, былай деп жауап берді. Ахайюн валидука, әкең тірі ме деп сұрады дейді менен. Яғни әке шешең тірі ме деп сұрады дейді. Тема сол ғой. Қульту айнди умми, айттым дейді, жалғыз сүйір анам бар, әкем қайтыс болып кеткен. Қал, сол кезде Ибн Умар радиаллаху анхума былай деді. Фаваллах, Аллаға ант етейін. Қараңыз, ант қылып отыр. Лау аланта лаха ал-калам ва ат'амтаха ат-та'ам латадхуланна ал-джанната ма ижтанабта ал-кабаира. Сен сол анаңа қарсы келмей, көмек қылып, жаңағы материальный болсын, сол жағынан да көмек қылып, тамағы бар, тағы басқа дәрісі бар, дәрмегі бар деген сияқты сұраған нәрселерін жасап, алып беріп, разы қылатын болсаң, әлбетте сен жұмаққа кіресің. Аллаға ант етейін деп айтты дейді. Және мына үлкен 9 күнәні жасамасаң. Мына 9 күнәдан бас тартып, анаңды разы қылып, көмек қылып, соны разы қылып кетсең, Алла тағала сені жұмаққа әлбетте кіргізеді деп айтты дейді. Şu ант ішті дейді. Көрдіңіз бе? Енді бұл риваятта айтылған 9 күнә мынау. Басқа риваяттарда бар, ауысады. Шошқан етін жеу кіріп кетеді, арақ ішу кіріп кетеді, ұрлық жасау кіріп кетеді, зина қылу, бұлар да кіреді. Енді бұл жерде 9-ы осылар. Біліп жүрейік. Соңғы хадис. Сосын бітіреміз. Кімнен риваят қылынған? Ан Хишам бин Урва ан Абихи радиаллаху анху қал. Хишам бин Урва деген кісі өзінің әкесінен мына бір риваятты жеткізген екен. Бұны түсінікті болу үшін былай қылып айтайық. Зубайр бин Ауам деген сахаба өткен радиаллаху анху. Дұрыстап біліп алайық бұл сахабаны. Зубайр бин Ауам тірі кезінде жұмақпен, жәннатпен сүйіншіленген қанша сахаба бар? 10 сахаба. Соның біреуі бұл. Зубайр бин Ауам радиаллаху анху. Әйелі, қабырғасы жұбайы, ханымы кім? Асма бинти Аби Бәкір. Абу Бәкір радиаллаху анхудың қызы. Алла баршасына разы болсын. Әйелі, жұбайы сол кісі. Сол екеуінен дүниеге Урва ибн Зубайр деген бала дүниеге келеді. Бұл табиғин болады. Яғни пайғамбарды көрмеген, пайғамбардың сұхбатына қатыспаған, пайғамбарды көріп сұхбатына қатысқан адамдарды көрген үшін табиғин. Ал пайғамбарды көріп, иман қылып, сұхбатына қатысқан шәкірт болғандарды сахаба дейміз. Сол Мәдинада, сол ғасырда 7 мықты фақих дейді, ілімді мықты 7 адамның біреуі болған. Мына кісі кім? Урва бин Az-Зубайр деген. Бұның баласы Хишам бин Урва деген кісі. Оның шәкірті Абдулла бин Мубарак деген ғалым. Оның шәкірті Яхия бин Маин деген кісі ғалым. Оның шәкірті мына кітаптың авторы Имам Бухари. Түсінесіздер ме? 7 атаны айтып бердім бе, не болып кетті? Солай болып кетті ме? Сөйтіп әкеліп тұр ғой риваятты. Араларында адам өте аз пайғамбарға дейін. Жаңағы 10 сахабаны айтып өтейік. Кімдер бар? Жұмақпен сүйіншіленген. Біріншісі кім? Абу Бәкір радиаллаху анху. Екіншісі Омар радиаллаху анху. Айтып отырайық бірге. Үшіншісі Али радиаллаху анху. Төртіншісі Осман радиаллаху анху. Бесіншісі міне Зубайр бин Ауам радиаллаху анху. Алтыншысы Талха бин Убайдуллах радиаллаху анху. Жетіншісі кім? Саад бин Аби Ваққас радиаллаху анху. Сегізіншісі Абу Убайда бин Жаррах радиаллаху анху. Тоғызыншысы Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху. Оныншысы Саид бин Зайд радиаллаху анху әжмаин. Мына кісілер, Алла баршасынан разы болсын. Енді Хишам бин Урва деген кісі әкесіне риваят қылып тұр ғой. Жаңағы сахабаның 10 адамнан біреуі соның немересі болып тұр ғой. Немересі өзінің әкесіне риваят қылып тұр. Урва бин Az-Зубайрдан. Былай дейді. Қала Алла Тағала Құранда айтты дейді.
Астаиду билла бисмилла вахфид лахума жанахал-зулли минар-рахма. Садақаллахул азим. Исра сүресінің 24-ші аяты. Осы аятты былай қылып тәфсірлеген екен бұл кісілер. Былай деп мағына берген. Қала ла тамтани' мин шейин ахаббаху. Әке шешеңе олар жақсы көретін нәрселерге, яғни олар жақсы көретін нәрселерге ешқашанда қарсылық білдірме деп тәфсірлеп берген екен осы аятты. Жаңа айттық қой, кішірейіп тұрып етіп, басын дейіп, және мархамет, мейірім құшағыңды жай оларға деген аят негізінде. Бірақ мынандай да мағынасын берген екен. Оларға сұраған нәрсесін әрқашанда бер, қыл, айт, бірақ қарсы келме. Айтқанымыз шекара бар, Алла Тағаланың бұйрығы бар, намаз оқыңдар деп айтты, Алла әмір қылды, тағы басқа әмірлер бар, ораза ұстаңдар деді. Кейбір адамдар рұқсат етті ұстамауға, тағы басқа. Енді әкең немесе анаң намазды оқыма, таста, біз мынандай нәрсені көрген жоқпыз. Боқ көтен кеше дүниеге келген едің, сен маған намаз туралы айтқың келе ме, таста деп ұрсып, жылап, айқайласа да, мынандай сөз бар. Халиқ бір нәрсені әмір қылса, мақлұққа бағынбаймыз. Халиқ жаратушы Алла Тағала. Мақлұқ жаратылған. Алла қыл деп тұрма намазды, мақлұқ қылма дейма, ол әке шешең бастық жұмыстағы саша маша болса да, мысалы, бастығың болса да, басшы болса да, мешіттегі имам болса да, яғни дұрыс емес нәрсені әмірлік қылып тұрса, бағынбайсың. Бұны түсіну үшін, мысалы, арақ іш десе саған, ішпейсің ғой. Сол сияқты намазды оқыма десе, оқисың керісінше. Алланың әмірі бар. Бірақ оларға фәлә тути'ухума, Құранда аят, оларға итағат қылма дейді. Намаз оқыма деп, яғни менің әміріме қарсы әмір қылып тұрса, оларға бағынба. Уасахибухума фид дуния ма'руфа, бірақ олармен дүниеде жақсы мәміледе бол дейді. Жаңа уахабилер сияқты, енді бәрін бірдей демей қойып, бәріне бірдей топырақ шашпайын, ішінде бар сондайлар. Мен көрдім, естігенімді айтып жатырмын. Кәпір дейді анасына. Намаз оқыма десе, сразу кәпір деп үйден қуылып кетеді. Кетеді сөйтіп жаңағы. Барса келмеске. Қаңып кетеді далада, қаңып жүреді семьясымен. Алла Құран айтып жатыр, олармен дұрыс мәміледе бол дейді. Яғни олар тыңдама, намазын оқы, бірақ сондай нәрсе жаса, олармен дос болып қал дейді. Жақсы сөздерін сөйле сонда да дейді. Тығылып оқисың ба, намазды оқы бір жерде. Бірақ олармен достық қарым қатынасында әке шеше бала деген нәрсені үзбе, ренжітпе. Яғни бір шекараға дейін тыңдайсың, бағынасың. Бірақ шекарадан асып бара жатса, Алланың әміріне қарсы шығып жатса, ол кезде әке шеше тоқтаңыз деп түсіндіресің жайлап, сыпайы түрде. Енді ұйқыларыңыз ашылады қазір. Бір нәрсе айтайын сіздерге. Неше болды? Қанша уақыт болды? Болды ма бір сағат? Айта беріңіз. Ойбай. Мына біреуді мазақ ету, біреуді мазақ қылу деген нәрсені айттық қой, соған байланысты бір қисса айтып берейін. Айтайын ба қисса? Оқиға. Әдейі соңына ұстап отырмын ғой қиссаларды. Нағыз тәтті нелерін, жерлерін. Мынандай нәрсе бар. Ибнул Джаузи деген кісі бар. Бір ғалым ғұлама кісі, Хамбали мазғабында болған. Ибнул Джаузи бар, Ибнул Джаузия бар. Ұқсайды бір-біріне. Ибнул Джаузия бұл Ибн Таймияның шәкірті, бұл оны айтып жатқан жоқпыз біз. Бұл басқа бір. Оны айтып жатқан жоқпыз. Бұл жерде Ибнул Джаузи, соны айтамыз. Бұл дұрыс адам мына кісі. 1116 жылы, немесе бір риуаятта 1126 жылы дүниеге келген. Қазір 2024-те емес ба? Яғни 900-908 жыл бұрын келген кісі. Өмір сүріп кеткен. Сол Бахру Думуъ деген кітапта мына бір оқиғаны жазады. Өзі 900 жыл, 9 ғасыр бұрын келіп, және өзінен бұрынғы бір оқиғаны жазып отыр ғой. Бахру Думуъ деген кітап аты, осы мағынасы көз жасы теңіз деген. Көз жасы теңізі. Басқа бір мағынасы бұл ғалым сондай тақуа болған, Алладан көп қорыққан, жасаған күнәм, ісім бар, күнәлі адаммын деп жылай беріп, осы кітап жазған ғой, көз жасы мен теңіз болды деп, жылауым. Осы кітапта мына бір оқиғаны келтіреді. Бағдат деген жерде бір шейх өмір сүрді дейді. Шейх ғалым ғұлама кісі. Көп деген шәкірттері бар. Сөйтіп бір күні бұлар шәкірттермен бірге қажылыққа сапарға шығады. Қажылық жасаймыз деп сапарға қойылады. Жолда жүріп келе жатыр,
түн болады, демалу керек, анау мынау қалаға жақын бір жерден, сол жазық далалық жер, ұйықтайды, бәрі жатып алып. Шәкірттер жетеді енді. Атағы шыққан бір ғалым, шейх деген ақсақал, жасы үлкен, ғалым, ғұлама, діндегі ұстаз, наставник деген мағынасы бар. Сондай адам. Сөйтіп бұл кісі таң атпай тұрады тахаджудке. Түнгі намаздар бар, тахаджуд намазы бар деген сияқты. Тұрып қарайды, шәкірттердің бәрі ұйықтап жатыр, шаршаған. Сөйтіп бұл ертерек тұрып, бір су іздейін, дәрет алайын, дәрет жаңартайын, тахаджуд оқиын деп жайлап айналаға қарайды екен. Сөйтіп шығады жайлап. Қарайын, қайдан су тапсам болады деп. Сөйтіп келе жатыр, бір шіркеуге кездеседі. Шіркеу, церковь. Соны қарап тұрады, ішінен бір жап-жас қыз шығады екен. Жап-жас қыз шығып, мына кісі енді бойдақ. Нәпс бар. Қанша жерден не болса да, нәпс деген нәрсе бар. Жалпақ тілмен айтқанда, басы кетіп қалады ана қызға, ұнатып қалады. Ондай қызды көрмеген. Ойбай, ұнатып қалады. Сөйтіп қызға қарап тұрады, таңғалып. Ар жағынан бір кісі шығады, үлкен кісі, жасы үлкен, жаңа церковьтің ішінен. Сол мынаның көріп тұрғанын байқап, сен не қарап тұрсың мына қызға деп айтады ғой. Сөйтіп жаңа есін жиып, ойбай, кешіріңіз, мен ұнатып қалдым мына қызды, өте әдемі екен. Ал сіз кімсіз? Мен бұның әкесі боламын дейді. Сөйтсе жаңа церковьте жұмыс жасайтын бір адам. Анау қызы сол. В общем, христиандар жаңа екеу. Жаңағы адам кеткісі келмейді, шейх. Жайлап намек қылады, мына қызыңызды маған не қылсаңыз бола ма, үйленейін деп едім, қажылыққа кетіп бара жатқан едім. Сөйтіп жаңағы әкесі айтады ғой, мен қызбен бір ақылдасайын, істишара қылайын, сөйлесейін, не деп айтады. Сөйтіп қыз айтады екен, әке деп, мұны мұсылман, мен бұған тұрмысқа шығам, тием, просто бір шартым бар, бұл христиан болсын дейді. Дінін ауыстырсын. Сөйтіп айтады ғой жаңа әкесі, сен дініңді ауыстыру керексің, болмаса қыз тимейді саған, кетпейді. Бұл ойланып тұрады. Алла сақтасын, небір түрлі ғалым, ғұлама, әулие кісілер келген дүниеге. Сыртқа шыққан кезде періштелер қанаттарын жаятын болған ғой. Ұшып жүретін сондай әулиелер болған. Мысалы Бәрсиса, Балағам бин Баура туралы Құранда аят бар. Оның мысалы тілі салақтаған ит сияқты дейді. Құранда аят бар. Басында әулие ұшып жүрген. Далаға шыққан уақытта аспанға қарайды дейді. 7 қат аспан былай тұрсын, көрсе былай тұрсын, аршты көретін болған ғой сондай адам. Оны мен айтып жүрем жүрген жерлерде. Сіздерге де айттым, тағы бір айтып шығайын тез-тез. 1-ші қат аспан, 2-ші қат аспанның қасында шөл далаға тасталынған, лақтырылған сақина сияқты кішкентай болып қалады. 2-3-тің қасында сондай. 3, 4, 5, 6, 7-нің қасында сондай. Ойлап жатсыздар ма? 7 курсидің қасында сондай. Курси арштың қасында сондай. Сақина сияқты болып қалады. Ал 1-ші қат аспан қай жерден басталып, қай жерден бітеді, ол да Құранда айтылған. Мына жұлдыздар көрінеді ғой. Сол 1-ші қат аспан дейді. Ал бітетін жері жұлдыздар қашан бітіп кетеді, 1-ші қат аспан бітті деген сөз. Жаңағы әулие сыртқа шығып бүйтіп қарағанда аршты көретін болған ғой. Сұхбат айтқанда 12.000 адам жазып отыратын болған сұхбатын. 12 адаммен ұшып жүретін болған. Бір сәжде қылғанда бір апта басын көтермейтін болған. Жейтін тамағы жапырақ ағаштағы, жаңбырдың суы араластырып соны бір ішіп алады, болды, тамақ жемейді 1-2 апта. Соған аят түскен Алла Тағала соның мысалы тілі салақтаған ит дейді. Шақырсаң келеді, кет десең кетеді дейді. Сөйтіп кәпір болып кетті адамдар. Бәрсиса кетті кәпір болып, 200 жыл тауға кіріп, шықпай ғибадат қылған адам кәпір болып кетті. Мұны кәпір болып кетті. Енді мұны да сондай бір сынақта тұр ғой. Сол ойланады дейді жаңағы. Ойбай, не істеймін деп. Ана басы кетіп қалып тұр ғой. Негізі шариғатта, дінімізде христиандардан, еврейлерден, яһудилерден, әхлі кітап дейді, кітап иелері дейді. Олардан қыз алсақ болады. Бірақ қыз бермейміз оларға. Құранда аят бар. Мумтахина сүресі. Не дейді Алла Тағала? Астағиду билла бисмилла. Ла хунна хиллун лахум, ва ла хум яхиллуна лахун. Мағынасы, бұл әйелдер, оларға халал емес. Оларда бұл әйелдерге халал емес. Түсінікті болу үшін біздің мұсылман қарындастарымыз, мұсылман қыздар, кәпірлерге, христиандарға, еврей, яһудилерге халал емес.
олардың кәпірлері, еркектері, христиан, еврей, яхуди кәпірлер біздің мұсылман қыздарға халал емес. Тағы да түсінікті болу үшін біз қыздарды, мұсылман қыздарды бермейміз оларға, бірақ олардан қызды аламыз. Неге? Біздің мынау мұсылман қыздар кетсе, еркекке бағыну керек қой. Дінін тастап кетеді, дінін ауыстырып алады. Ал ол жақтан қыз келсе, христиан болып, еврей болып, бізге бағынғаны үшін біз оны мұсылман қылып аламыз қайтып. Басына орамал таққызып, жүреді сәлем беріп, ет табақ алып жаңағы. Сондай нәрсе. Рұқсат етіледі. Жаңа қызды алса болады ғой, мұсылман қылып алады. Бірақ ол қызын алдырып тұр, шарт қойып тұр ғой. Христиан боласың дейді. Жақсы онда дейді. Христиан болайын дейді. Шейх христиан болып кетеді, діннен шығып кетеді. Алла сақтасын. Сол үшін мына қалып деген нәрсе, қалып деген не? Жүрек. Неге қалып деп айтылған? Бұл қалып деп айтылуының себебі тоже арабша сөз. Қалбун. Бүйтіп айналып тұратын нәрсе екен. Ауысып тұрады. Бір халден басқа халге түсіп тұрады мына жүрек деген. Сол үшін дұғаны үйретті ғой пайғамбар саллаллаху алейхи біздерге. Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби аля диник. Бір риwayatта. Басқа риwayatта ва таатика деп қосылады. Мағынасы я муқаллибал қулуб. Екі түрлі қылып түсінсек болады. Біріншісі, ей жүректерді өзгертуші Раббым. Өзгертіп жүреді Алла Тағала. 180-360 градусқа айналдырып жүреді. Иманнан иванға айналдырып жүреді керек болса. Иваннан иманға айналдырып жүреді. Алланың қолында, Алланың құдіреті қолында. Екінші мағынасы, ей жүректерді тура жолға салушы Аллахым. Не істе, не қыл? Сәббит қалби аля диник. Менің жүрегімді мына асыл дініңде нығайта көр. Берік ет, бекем қыл. Осы дұғаны жаттап алайық. Жаңа шейхтігі ауысып кеткен деп. Абу Хурайра радиаллаху анху ең көп қылатын дұғасы бар екен. Оның қылатын дұғасы жүректерді өзгертіп жіберуші Аллаға иман еттім деп қылады екен дұғаны. Сұрайды ғой айналасындағы табиғиндар. Пайғамбарды көрген жоқ, бірақ сахабаны көріп, дәріс алып шәкірт болып жатқан табиғиндар. Я ұстаз, жасыңыз үлкейді, неге бұл дұғаны қылай бересіз? Мен қорқам деп айтады екен. Бұл жүректер Алланың қолында. Алланың құдіреті қолында. Ауыстырып жүреді любой время. Менің ауыстырып жүрмесінші деп қорқам деп айтады екен. Осы дұға болып кеткен. Жаңағын қабыл қылады шейх. Все, христианмын дейді. Енді мәһір бар ғой, сыйлық. Бір нәрсе беру керек қызға. Сонда жаңағы қыздың әкесі айтады екен, сенің қолында қасында ештеңе жоқ. Өздерің сапарда кетіп бара жатқан адамсыңдар. Сендерде айтасыңдар ғой, Муса алейхиссалам, Шуайб алейхиссаламға пайғамбарға қанша жыл қойын бақты қызмет қылып? 10 жыл. Қойын бақып берді. Қыздарын алу үшін, қызын алу үшін. Дәл сол сияқты бізде мына жақта шошқалар бар. Соны бақып бересің дейді ғой. Сол сен мәһір сыйлығың болсын қызыма дейді. Христиан бол. Және шошқаны бақып бересің дейді. Сол кезде ойланып қалады, шошқаны бағам ба деп. Жасап тұрған итек жаман келсек, діннен шығып кеттің. Кейде солай болады, бір күнәні жасап аласың, оны ұмытып кетесің де, одан кішкентай күнәні көрген кезде әулие болып қаласың жаңағыдай. Бұл да сөйтіп тұр ғой. Хабар жоқ, діннен шығып кетті. Шошқаны көрген кезде, ой, маған шошқа бақтырасың. Оған да келіседі. Бір түннің ішінде болып жатқан нәрсе ғой. Шәкірттер тұрады тахаджудке. Ұстаз қайда, оятпай ма, не болып кетті деп қараса, шошқа бағып жүр дейді жаңа шейх. Непонятно ғой бәрі. Ұстаз, не болып кеткен сізге? Бір түн ұйықтай бедік, демалып едік. Не болып кетті бұл жағдай, бұл қалай деп жылайды ғой. Сонда боқтайды екен жаңа ұстазы, кетіңдер деп бар. Бара беріңдер, мен мұсылман емеспін деп, мен христианмын, шошқаны бағам, мен осылай жағдай өтті басымнан, кетіңдер дейді екен. Жылайды ғой жаңа шәкірттер. Ойбай, сіз дінді түсіндірдіңіз бізге. Ихрамға кіріп алған. Қажылыққа кетіп бара жатыр. Аз қалды ғой, барайық. Ой, құрыңдар, анау. Барайық, ұстаз, жоқ деп бас тартпайды жаңағы несінен. Райынан қайтпайды. Бұлар жылап кетеді қажылыққа, анау ұстазы қалады. Сөйтіп қажылық амалдарын жасайды, қажылығын бітіріп, қайттан сол жолмен келеді ғой. Келе жатып, жаңағын қайттан көреді ұстазын. Бәт шығып кеткен түрі бәрі. Шошқаларды бағып, сөйтіп жүр дейді. Қайттан жылайды ғой, ұстаз. Біз енді кетіп бара жатырмыз, олар не деп айтамыз? Сіз неге бүйтіп кеттіңіз? Алла бүкіл күнәні кешіруші ғой, тәуба етіңіз. Әлі тәубаның есігі ашық. Жаңа айттық қой, Алла бүкіл тәубаны
кешіреді. Тек ширктен басқа. Оны түсіндірдік. Сөйтіп, сол жерде де қарсы келеді ұстазы, кетіңдер деп. Жақсы дейді. Бәрі кетіп бара жатқан кезде, уже ұзақтау жерге кетеді. Ұстаз қарап тұрып, ойланыр екен. Тоқташы деп. Тоқтаңдар деп айтады екен. Тоқтаңдар. Аналар мәз жүгіріп барады. Не болды ұстаз, райыңыздан қайттыңыз ба? Мен білем. Мен бұл күнәға қалай кіріп кеткенімді білем деп айтады екен. Мынандай күнәға қалай кіріп кеткенімді мен білем. Алла бүкіл күнәні кешіруші ғой. Мен қателік жасадым, мойындаймын. Мен бүкіл нәрседен бас тартамын, бүкіл күнәмді тастаймын, ешқашан да қайтадан бұрылмайтындай қылып, калима шахадат, калима таухидымды айтамын да, мұсылман боламын қайтадан дейді. Ал айтайық бірге. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух дейді, қайтадан мұсылман болады. Дәретін алып осылы құйынып, шәкірттермен бірге жолға шығады ғой. Сөйтіп шәкірттер келе жатып сұрайды, ұстаз дейді, кешіресіз, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Бұл күнәнің қайдан екенін білем деп айттыңыз. Соны бір түсіндіресіз бе дейді. Сонда шейхтің айтқаны былай деп айтады екен. Мен ұстаз болып, шейх болып жүрген кезімде, сабақ беріп отқан уақытта бір адамды жамандаған едім, мазақ қылған едім. Ол сондай бір зинаға түсіп, діннен шығып, басқа дінге кіріп сөйтіп жүрген еді. Мен соны шәкірттерге айтқан едім, осындай пәленше, ұлы пәленше бар, осындай күнә жасайды, ол жаман адам деп айтқан едім. Алла менің басыма да беріп қойды сол күнәні. Мен түсіндім. Біз, мұсылмандар, күнәға дұшпанбыз, адамға дұшпан емеспіз. Біз адамды жақсы көреміз, сыйлаймыз, мұсылман бауырымыз. Бірақ жасаған күнәсіне дұшпанбыз. Мынандай дәріс шығаруымыз керек. Мысалы, бір адам бар, ол адам, жақсы адам, бірақ жасап жүрген күнәсі жаман деп айтуымыз керек. Ол адам, жақсы адам. Онда неге біз дұға қыламыз? Аллахым оны тура жолға сал деп неге дұға қыламыз? Неге хидаят сұраймыз? Аллахым, ол жақсы адам. Адамдар, ол жақсы адам, дұрыс адам. Просто жасап жүрген күнәсі жаман деп айтуымыз керек екен. Бірақ сіз былай айтатын болсаңыз, бір адам бар, алқаш, зина жасайды. Мына дінді тастап, хақ дінді тастап, кәпір болып кетті. Өй, жаман адам дедің ба? Алла айтады екен, көрейін мен сені деп, Алла айтқан адам басына беріп қояды екен. Түсіндіңіз бе? Сол үшін опасный нәрсе дейді. Ал ғалымдар айтады, егерде бір мұсылман жігіт, бойдақ, басқа діндегі қызды көріп, басы кетіп, ұнатып, бетіп ойласа дейді, қап, мен мұсылман болып тұрмын, мен христиан болғанда мына қызға үйленіп алатын едім деп айтса дейді, ол адам кәпір болады. Себебі ғалымдар айтады, оның жүрегінде демек басқа дінге деген бір махаббаты бар бұрыннан. Болмасам, ең сұлу қыздар біздің ислам дінінде ғой. Ең әдемісі бізде ғой. Ислам дінінде бүкіл әдемілік. Жоқ па не басқа? Одан басқа қыз жоқ па? Бар ғой, толып тұр ғой. Демек ол жігіттің бұрыннан бір жүрегінде бір кәсайғы бар екен. Басқа дінге деген бір несі бар. Иә. Әне міне деп кетіп қалайын жүрген біреу екен. Сол үшін кәпір болады дейді. Ал басқа ғалымдар айтады, оның ниетіне қараймыз, сұраймыз. Егер ойнап отырып байқаусыздан аузынан шығарып алса, осындай бір сөзді, қап, мынаны қарашы, христиан қыз әп-әдемі деп, жаңағыдай сол дінде болсам бүйтетін сөйтетін, байқаусыздан шығарып алса, тәубаға келіп, жаңағы сөзден бас тартып, вообще сондай сөзді айтпайтындай қылып, көп тәуба қылсын дейді. Көп тәуба қылсын, Алла тәубасын қабыл қылып, дінде жүре береді ол дейді. Бірақ шын ықыласымен кәдімгі сеніп тұрып айтса, сразу кәпір болып кетеді ол. Мұртат болады, діннен шыққан болып кетеді. Алла сақтасын, құрметті жамағат, ол нетін нәрсе емес. Түсінікті болды ма? Бүгіндікке жетеді. Келесі сабақ жұма күні, ол жақта тоже 3 қиссаны айтатын боламыз. 3 адамның басынан өткен жағдай, екеу ішінде әулие кісі, біреу пайғамбар. Оны сабақтың соңында тоже айтатын боламыз. Аз қылып не қылайық сабақты иншалла. Бір теманы ашып кетіп жатыр ғой. Сіздерде бүйтіп тыңдап отырғасын, мен айта бергім келеді да. Аларыңыз жоқ, жетеді осы. Үйге барайық. Сосын ертең звондап тұрмасын жеңгей. Не істеп жүрсің сен біздің үйдегі нені жібермейтін болсың ғой деп ұрыспасын жеңгейлер.
аман болсын, әке шешелеріміз аман болсын. Аллахым, осы айтылған сабақтан, дәрістен қате кемшіліктер болса, Аллахым өзің кешіріп, толықтырып, өзің разылығымен қабыл қыл. Осы айтылған нәрселерді бірінші өзіме амал қылуға, кейін сіздерге құлақтарыңызға, жүректеріңізге алтын сырға болуға Аллахым нәсіп етсін. Еліміздің ішін даудан сыртын жаудан сақтасын. Әке шешелеріміз аман болсын. Аллахым, қайтыс болып кеткендерге Аллахым жатқан жерлерін жайлы қылып, топырақтан торқап, жандарын жәннаттан қылсын Алла Тағала. Қабірлерін жұмақтың бақшаларынан бір бақ қылып, қияметте берілетін амал дәптерлерін Аллахым оң жақтарынан қыл. Сүйікті пайғамбармен бірге бәрімізді, баршамызды, әке шешемізбен, ата бабамызбен бірге жұмақта пайғамбарлар көрші ете Аллахым. Аллахым, тілеген дұғаларымыз қабыл қыл. Осы жерге ұзақтан жақыннан қадам басып келе жатқан ағаларымыздың, бауырларымыздың әрбір басқан қадамдарыңызға Аллахым нұры жаусын. Ішіңізден қандай да бір жақсы дұға, ниет, тілек тілеп отқан болсаңыз, Алла бағышасын, қабыл қылсын. Үйлеріңізге, отбасы, бала шағаларыңызға ислами берекелер, рызық нәсібелеріңізді мол, халалдан қылсын Алла Тағала. Айдан айға, жылдан жылға аман есен жете беруімізге баршамызға нәсіп ет. Осы жерде қарызға батып қиналып жүрген мұсылмандар болса, Аллахым, сол халал жолымен тез бір уақытта қарыздарынан құтылуға Аллахым нәсіп қыл. Аллахым, бойдақ болып қиналып жүргендерге жүректеріне сай адамдарды нәсіп ет. Аллахым, ауырып шифа сұрап жатқандарға шифалардан бер. Аллахым, сен шафисің, әш-шафисің, шифа берушісің. Ауырғандарға шифа бер, аман есен аяқтарына тұрып кетуін Аллахым нәсіп ете бер. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин ва саламун аля al-mursalin валхамдулиллахи раббил аламин. تقبل منا بحرمة طه وياسين. الله أكبر.